4 A sınıf оқушысы Қалдыбаева Арон. Мен Абай атамыздың 175 жылдығына арналған мерейтойға орыс тілінде және қазақ тілінде қара сөздер жолдаймын. Бірінші қара сөз. 30 жасқа келгенше жақсы өткіздім бе, жаман өткіздім бе? Әйтеуір бірталай өмірімді өткіздім. Алыстық, жұлыстық, тартыстық, өрішті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген жұмысымыздың баянсыз байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екен. Енді қалған өмірімді не қылып қайтып өткізерімді білмей, өзімде санаулы қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайды деген кісі бақпаса, не албырған, көңілі басылмаған жастар бақпаса, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, оны жастар өздері керегінше бақсын. Ал енді қартайғанда мұның қызығы неде? Ұры, тілемсектердің азығын бақып берем бе? Жоқ, қалған өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ, ғылымға да ғылым сөзін сөйлер адам жоқ. Білгенді кімге үйретесің, білмегенді кімден сұрарсың? Ғылым өзі бір тез қартайтатын күйік. Софлық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да бір тыныштық керек. Осы күнімде, осы көңілімде бірде-бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софлық? Балаларды бағу жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалай бағудың мәнісін де білмеймін ғой. Не істе, не қыл деп бағамын? Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын? Қайда бар, не қыл деп бағамын? Онына бір ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жазайын. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кім-кім ішінен керектісіз тапса, жазып алсын. Не оқысын, керек жоқ десе, өз сөзін өзімдікі дедім де, ақыры осыған байландым. Енді нағым басқа жұмысым жоқ. Абай атамыздың 8-ші қара сөз. Возвышение глупца. Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте, быть опрятным, тратить на одежду больше, чем позволяют средства, обременять себе излишней заботой о внешности могут только щеголи. Щеголи проявляют себя по-разному. Один нежит тело, ходит лицо, лелеет усы и бороду, ступает с важностью, то брови скинет темно, то пальцами стучит, то локоть в сторону отставит. Другой же подчеркнуто небрежно в своем щегольстве, стараясь прослыть к тому же простецким парням, как будто потеряет пользу лучшего скакуна и свои богатые наряды. Мол, ничего особенного, усердствует, привлекая внимание тех, кто стоит выше него, вызывая зависть в равных себе. А среди нищих слывет недостигаемой роскошью и изысканностью. О нем говорят, о чем можно тужить, имея такого коня и свои богатые наряды. Человек, пусть никто не увлекается этой блажью, иначе будет трудно вернуть ему истинно человеческий облик. В слове «кербез» вижу родство со словами «кер», «кердян», предостерегающие людей от этих пороков. Человек должен отличаться от других умом, знанием, волей, свистливостью, хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься, иначе может только глупец.